Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 91-ші сабақ заттың санын білдіретін сөздер тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші жаттығу тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа. Мәтінді тыңда. 4.90. Балалар, мәтіннің мазмұнын болжайтын болсақ, тақырыбы бойынша тақырыбында 4.90 деп берілген. Яғни бұл мәтінде жылдың 4.90 туралы айтылуы мүмкін. Олай болса, мәтінімізді оқиық. 4.90 түркі халықтарында жылды 4.90-ға бөледі. Олар қыс 90, жаз 90, шілде 90 және де күз 90. Мұны жылдың 4 мезгілі дейді. Әр 90-да 3 ай немесе 90 күн болады. 90 деген сөз осыдан шыққан. Балалар, мәтін 7 қазына кітабынан жинағынан алынған. Енді мәтінге байланысты берілген сұрақтарға жауап береміз. Мәтін неліктен 4.90 деп аталған? Мәтін 4.90 деп аталуының себебі түркі халықтары жылды 4 бөлікке бөлген, яғни 4.90-ға бөледі. Әр 90-да 3 ай немесе 90 күн болады. Мінекей балалар, 90 деген сөз осыдан шыққан екен. Келесі сұрақ, әр 90 жыл мезгілі бойынша қалай аталады? Жыл мезгілі бойынша балалар қыс 90, жаз 90 және де шілде 90 деп аталады екен. Келесі сұрақ, балалар, мәтіннен қанша сұрақтарына жауап беретін сөздерді тап дейді. Балалар, бізде бірінші сөйлемде 4 деген сөз бар, бұл сан есім болып табылады және де оған сұрақ қоямыз, неше 90 бар, яғни 4.90 бар, Келесі бұл 3 деген сөз, Бұл бізде балалар келесі 4-ші сөйлемде кездеседі, 4-ші сөйлемде бізде әр 90-да 3 ай немесе 90 күн болады деген кезде 3 сөзі сан есім болып табылады және де әр 90-да неше ай болады деп сұрақ қоямыз, сонда 3 ай болады деп жауап береді. Келесі соңғы сөйлемде 90 деген сөз бізде сан есім болады. Оған біз былай сұрақ қоямыз, әр 90-да неше күн болады? Әр 90-да 90 күн болады, Мінекей бірінші жаттығуды аяқтадық. Келесі екінші жаттығу сұрақтарға жауап жаз. Атың кім? Атым Әмина. Неше жастасың? 11 жастамын. Нешінші сыныпта оқисың? 5-ші сыныпта оқимын. Балалар, нешінші сұрақтарына жауап беретін сөздердің астын сыз. Бұл жердегі бізде 11 сөзі. Неше жастасың? 11 жастамын. Яғни 11 сөзі бізде неше деген сұраққа жауап береді. Ал 5-ші деген нешінші сыныпта оқисың? 5-ші сыныпта оқимын. Бұл жердегі сан есімдер осы сөздер болып табылады. Үшінші жаттығу, ребустарды шешуіндегі сөздерді қатыстырып сөйлем құра. Бізде балалар, бірінші бізде кеме және де ешкі тұр, Кеменің біз бастапқы 3 әрпін алып тастаймыз, сонда соңындағы әрпі қалады. Ал екінші сурет ол ешкі. Ешкінің бастапқы 2 әрпін алып тастаймыз, сонда деген әріптер қалады. Екеуін қоссақ, 2 деген сөз шығады. Келесі бізде торсық, әрпі және де қарбыз, Торсықтың соңғы 4 әрпін алып тастаймыз, әрпі және де қарбыздың бастапқы 4 әрпін алып тастаймыз. Сонда бізде 9 деген сөз шығады, Енді осы ребустың шешуіндегі сөзді қатыстырып сөйлем құрайтын болсақ, мен 9 мемлекетті көрдім. Менің 2 қарындасым бар деп сөйлем құрасақ болады екен. Балалар, осы ребустың шешуіндегі сөздерді қатыстырып, өздеріңізде сөйлем құрасаңыздар болады.